Аты шулы блогер әрі актриса Әсел Асқар жұлдызды ағасы Бүркітпен қарым-қатынасы туралы бар шындықты айтты. Әсел Асқар ағасы Бүркітпен арасында не болғанын Инстаграм желісінде сұраққа жауап берді. Ағаммен араласамын. Әрине, біздің арамызда қызық оқиға орын алды. Ағаларым мықты ғой. Олар нағыз ер азамат. Олардың айтқаны заң болу керек. Бірақ менде оңып тұрғам жоқ. 2018-2019 жылы менде үлкен өзгерістер болды. Қазақи отбасында тыйым салынған заттарды көрсете бастадым. Ашық орыздағы суреттерім шыға бастады. Сырт келбетімде де, ішкі жан дүниемде де өзгеріс болды. Жеке өмірім пайда болды. Барлығы ағаларымның бақылауынан шыға бастады. Бүркіт ағам осыған қатысты маған наразылығын айтты. Мен боласы ұрыс-керіспен келіспеушіліктен шаршап кеттім. Оған қоса ағамның таныстары жағдайды одан бетер ушықтырды. Арамыз бұзылды. Бұл мәселені шешу үшін мен оны бұғаттап тастадым. Менің ашық фотоларымның астына оны белгілемесін деп өшірдім деп ағынан жарылды актриса. Алайда кейіннен блогер ару ағасымен арақатынасын түзеп, өз әрекетін түсіндірді. Ол енді жазылмайтынын айтты. Мен де тұрып алдым. Мен де жазылмадым. Солай өмір сүріп жатырмыз. Бір-бірімізге қонаққа барып тұрамыз. Бетімізден сүйіп тұрамыз. Алаңдаймыз. Ата-апа жайлы сөйлесеміз. Бізде бәрі жақсы. Оның өз өмірі, менің өз өмірім бар. Ол менің үлкен қыз болғанымды қабылдады деп жазды ол. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Айс KZ каналы.